Мемлекеттік жеке серіктестік. Бұл жаңа жоба. Оның арқасында кәсіпкерлер тұрақты табыс таба алады. Тиімді бастама аясында облыстық кәсіпкерлер палатасы кәсіп ашып, өз бизнесін жетілдіруге ынталы азаматтарды жинауда. Тамаша мүмкіндікті бош жібермеу үшін үміткерлерді мектепке дейінгі оқыту саласындағы байқауға қатысуға шақырады. Билік бизнес серіктестігі. Қос тарапқа да тиімді жоба. Бұл бойынша жеке кәсіпкер әлеуметтік және инфраструктуралық жағдайын ыңғайлап, үлкен жобаларды іске асыра алады. Кәсібінің тұрақтылық деңгейін жоғарылатады. Bir ғана мысал, құрылыс жұмыстарына кететін шығынды мемлекеттің өзі 100% өтеп, қосымша сыйақы төлеуге дайын. Жоба құны 250 миллионнан 1,5 миллиард теңгені құрайды. Құрылыс жұмыстарына жабдықтауға мемлекет келісім шарты бойынша бұл кәсіпкерге шығындардың барлығын өтеп береді, белгіленген мерзімде. Оған қоса кәсіпкерге бұл кезде сыйақы төленеді. Сыйақы осы басқарғанына, осы іске қосылғанына, шығындалғанына сыйақы төленеді. Бұл сыйақы кемінде Национальный ұлттық банктың ставка рефинансирования дейді, содан кем болмайды. Біздің есептеуіміз бойынша өте тиімді болады. Бүгінде мектепке дейінгі білім беру және денсаулық сақтау саласында 5 жоба сараптамадан өткізілді. Оған 3 миллиард 400 миллион теңге бөлініп отыр. Бұйыртса биыл Түлкібас, Бәйдібек, Отырар аудандары мен Шымкент қаласында жаңа балабақшалар салынады. Мемлекеттен қаралған бағдарламада әрбір балаға, әрбір қызмет ететін қызметшіге балабақшадағы. Одан кейін инфрақұрылымдарға төленетін ақшасына қаржы қарастырылған екен. Сол қаржыларды алғаннан кейін ол балабақша болсын, медициналық орталық болсын, табыстауға мүмкіндік туады деген ойдамыз. Сол ұсыныстарды әкімшілікпен палата бірігіп отырып, тұрғындармен кездесіп, сол керекті ғимараттарды, медициналық орталықтарды, балабақшаларды ашуға біз өзіміз кәсіпкер палатасы атынан ықпал етеміз деген ойдамыз. Жобаны бірігіп құру үшін консорциумдарда байқауға қатысалады. Арнайы құжаттар наурыздың 9-на дейін қабылданады. Тұрақты бизнесті мемлекетпен бірге бастаңыз. Ақмарал Күпжасарова, Рулан Үрістемов, Олжас Байтуов, Оңтүстік ақпарат.